Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көк помидордан жасалатын салаттың түрін көрсетемін. Жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге алдымен көк помидор, сәбіз, болгар бұрышы, сарымсақ, укроп және ащы бұрыш қажет болады. Помидорды жақсылап жуып, теңге бөліп, осылай қажет емес жерлерін тазалап алып отырып, жұқалап тураймыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай помидорды турап, үлкен табаққа салып жатырмын. Енді болгар бұрышында турап, үстіне саламын. Одан соң ащы бұрышты турап салдым. Мен ішіндегі дәнімен қоса турадым. Сарымсақты арнайы осындай езгіштен өткізіп, қостым. Сәбізімізді теркадан өткізіп, оны да үстіне саламын. Бір бума укропты жуып тазалап, оны да турап үстіне саламын. Осылайша барлығын болған соң, турап болған соң, үстіне 3 ас қасық тұз саламын. Жарты стакан құмшекер, жарты стакан сұйық май, айтпақшы лавр жапырағын қосамын. Жарты стакан 9% уксус қосамын. Осылайша барлығын араластырып, үстін ауыр тарелкамен, немесе осының үстіне тағы да банкеге су құйып, 4-5 сағатқа ауыр етіп қойсаңыздар, өзінің сөлі шығып, бір-бірімен жақсы болады. Араласып, осылай сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, әсіресе күн салқында жесеңіздер болады.